Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте пайдалы сорпалардың бірі горох сорпасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен горохымызды жақсылап жуып аламыз да, оның үстіне ыстық суымызды құйып, шамамен 2 сағатқа суға салып қоямыз. Етімізді жақсылап жуып, табамызға су құйып және де етімізді салып, көбігі шыққанша қайнатамыз. Көбігі шыққаннан кейін жақсылап көбігінен тазартып, қақпағын жауып, баяу отта шамамен 1-1,5 сағаттай етіміз пісқанша қайнататын боламыз. Міне біздің етіміз 1-1,5 сағаттай қайнап, дайын болды. Енді оны турап, сүйектен ажыратып, бөліп шығатын боламыз. Енді горохымыздың суын төгіп, жаңағы сорпамыздың ішіне салып, қайнататын боламыз. Сосын пиязымызды ұсақтап турап, сәбізімізді үккіштен өткізіп, табамызға сұйық майымызды құйып, сәбіз бен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 4-5 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Енді осы қайнап жатқан сорпамызға туралған етімізді және де жаңағы қуырылған пияз бен сәбізімізді салатын боламыз. Кубиктап туралған картобымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сосын лавровый лист және де өз қалауларыңыз бойынша кішкене қара бұрыш салып араластырамыз. Сосын аскөгімізді салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып толықтай пісіретін боламыз. Міне достар, біздің горох сорпамыз дайын болды. Егер де осы рецептпен жасап жатсаңыздар, міндетті түрде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын.